Достар, бүгінгі өтетін сабағымыз 1-ші сынып математикасының 71-ші сабағы. Есептер шығару. Жалпы, 1-ші тапсырмада ертеде адамдар сауда жасау үшін жолға түйемен шыққан. Оны керуен деп атаған екен, иә? Ал енді А есебіне қарайтын болсақ, есеп құрастыр, сұлбасын сал және оны шығар дейді, иә? Бірінші керуенде 20 түйе дейді. Ал екінші керуенде 10 түйе. Жалпы қанша түйе бар екенін есептеуіміз керек. Мұнда жазайық А есебінде. Бірінші керуенде 20, екінші керуенде 10 бар екен. Барлығы дейтін болса, біз оны қосамыз, иә? 20-ға 10-ды қосатын болсақ, 30 болады. Сонда жауабы жалпы 30 түйе бар екен, иә? Жалпы 30 түйе. Ал енді Ә есебін қарайық. Кері есептер құрастыр дейді және оны шығар. Мұнда жалпы 30 түйе бар екен. Біз бірінші керуен табуымыз керек. Онда есеп қылып жазайық, иә? Берілгені бізде барлығы 30 түйе. Осылай жазып алайық. Өйткені есеп құрастыру керек екен ғой. Барлығы 30 түйе. Екінші керуенде жалпы 10 түйе бар екен, иә? 10 түйе. Ал енді біз табуымыз керек бірінші керуенді. Бірінші керуенде қанша түйе бар екенін анықтауымыз керек екен. Демек шешуін анықтау үшін бар болғаны барлығынан алып тастаймыз екінші керуен. Сонда 20 болады екен, иә? 20 түйе екен. Жауабы бірінші керуенде 20 түйе. 20 түйе. Ал енді екіншісі, яғни Б есебінде, бұл енді керісінше екен, иә? Бізде барлығы, тура осылай жазып аламыз, берілгені. Барлығы бізде 30, иә? Барлығы 30 екен. 30 түйе. Ал бірінші керуенде 20 түйе екен. Сонда біз табуымыз керек екінші керуенді. Бұл енді керісінше, иә? Сонда шешуін анықтауымыз үшін бар болғаны жалпы суммадан алып тастаймыз бірінші керуенді. Сонда 10 қалады, иә? 10 түйе. Жауабы екінші керуенде 10 түйе бар екен. Осылай жазамыз. Осылай жазып алайық, иә? Ал енді екінші есепке көшейік. Екінші есепте есепті шығар, кері есептер құрастыр дейді. Олардың біреуін шығар. Бірінші түйеге 40 килограмм, ал екіншісіне 50 килограмм жүк артылған. Екі түйеге барлығы неше килограмм жүк артылған дейді. Оларға кері есептер тағы құрастырып кеткенбіз, иә? Тура жаңағы бірінші есепке ұқсастырып жазамыз, иә? Бірінші түйеге 40 килограмм, 50 килограмм, ал мұнда 50 килограмм екен, иә? Сонда 40-қа 50-ді қосатын болсақ, бізде екеуін қосамыз, иә? Қоссақ 90 шығады, иә? 90. Сонда бұл жерде 40 қосылған 50 тең 90 килограмм болады екен. Бұл біріншісінде. Ал екіншісінде, тура жаңа біз бірінші есепте кері есептер жаздық, иә? Тура осылай жазады екенбіз. Егер барлығы 90 болатын болса, екінші жүк 50 килограмм, біз бірінші түйедегі жалпы артылған жүктің салмағын табуымыз керек. Сонда 90-нан 50-ді азайтсақ,
40 килограмм болады, иә? Ал енді үшіншісінде жалпы 97, бірінші түйеге артылған жүктің салмағы 40 килограмм, екіншісін табуымыз керек. 90-нан 40-ты азайтатын болсақ, 50 килограмм болады екен. Тура осылай жазып аламыз, иә? Ал енді үшінші есепке өтейік. Үшінші есепте суреттер бойынша есептер құрастыр дейді. Бұндағы бірінші суретте жалпы 3 ат тұрған еді. Оған біреуі қосылды. Иә? Үшеуі тұр еді, оған біреуі қосылды. Сонда 3-ке 1-ті қоссақ, бізде 4 шығады, иә? Ал екіншісінде кері есеп. Жалпы 4 ат бар еді, одан біреуі кетіп қалды. Сонда 4-тен біреуін азайтатын болсақ, 3 болады, иә? Келген болса қосамыз, кеткен болса азайтамыз. Кейінгі 4-ші тапсырмада сиқырлы сандарды тап дейді. Мұнда бізде түйе, сиыр және тағы бар екен, иә? Жалпы түйе, мұнда жазып қояйын. 3 түйенің қосындысы бізде 90 шығу керек екен. Мысалы 10-ды қосайық. 10-дықтар, иә? 10-ға 10-ды қоссақ, 20, 20-ға 10-ды қоссақ, 30 болып қалады, иә? Бізде 90 шығу керек. 20-ны қойып көрек. 20, 20, 20. 3 20-ны қоссақ, бізде 60 болады, иә? Бұл да болмайды екен. Онда 30-ды қояйық. 30-ға 30-ды қоссақ 60, 60-ға 30-ды қоссақ 90 болады, иә? Сонда бұл жерде түйе бізде 30 екен. Ал енді орнына қойып шығайын. Түйе 30, 30 қосамыз 30, қосамыз 30. Сонда 90 шығады, иә? Енді астындағы сиыр, иә? Сиырды жазып қойайын. Сиыр бізде қанша шығады екен? Бізде мұнда түйе 30 шықты, иә? 30 деп жазып қойайын. 30. Ал екі сиырды қосқаннан кейін бізде жауабы 50 шығу керек екен. Сонда 30 мына жерге 10 деп жазайық, иә? 30-ға 10-ды қоссақ 40, 40-қа 10-ды қоссақ 50 болады екен. Сонда сиыр бізде 10 екен, иә? 10. Мына жерде түйе бізде 30 шықты, ал сиыр 10 шықты, иә? Ал енді екіншісі тапсырмасында аттың жалпы 3 атты қосқанда бізде 30 шығу керек екен. 3 атты қосқанда 30 шығу керек екен. Сонда бізде 10 деп жазмаймыз ба, иә? 10-ға 10-ды қоссақ 20, 20-ға 10-ды қоссақ 30 болады екен. Демек бізде ат 10 екен. Енді таға. Аттың салмағы 10 екен белгілі. Және 2 тағаны қосқанда 20 шығу керек екен. Сонда біз 5 деп аламыз, иә? 5 қосу 10. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 10-ды қоссақ 20 бізде шықты, иә? Сонда 5 екен, иә? Міне, бұл қалды. Жақсы, сау болыңдар достар.